Елімізде биыл алғаш рет көктемгі аңшылыққа тыйым салынды. Браконьерство, в принципе, у нас уже представляется как организованная преступная группировка. Дархан дала еркесі, еркіндіктің символы киікке аштықтан емес, ашкөздікпен қару кезенетіндерге заң неге мейірімді? Қазақ ұғымында Құралайдың салқыны деген сөз бар. Мамыр айының соңы келі жануар киіктің төлдеп, төлін аяқтандыратын мезгіл. Бұл уақыт мемлекеттік инспекторлар үшін де мазасыз күндер, ұйқысыз түндер. Себебі сайын дала сұлуын суық қарумен сағымға айналдыратындардан қорғайды. Күшейтілген жұмыс кестесіне көшкендер бүкіндер шоғырланған аймақтарға тартылды. Лақтайтын күні кеп қал, жақта қал, сол бір-екі күнде соған бәрі жиналып өтіп өшеді. Былтырда жиналған, алдағы жылда жиналды өшеге бәрі. Жыл сайын өшеде жиналып өтіп. Осыдан өскенген, лақтар өскенген тара бастайды. Бұл күндері ауа райы құбылмалы болады. Аспанды бұлт торлап жел тұрады. Осы кезде жаппай төлдеген киіктердің лақтары желге қарсы жүгіріп тез аяқтанып кететін көрінеді. Кез келген табиғи ортаға жылдан бейімделеді. Тілге тиек етер жайт. Бұл уақытта текелер табыннан бөлек жайылады. Үйірін жыртқыштардан осылай қорғайтын көрінеді. Қазіргі киіктің төлдейтін уақытында киік төлдердің алдында текелері табыннан бөлініп, жекеті өздері топ боп бөлініп, табыннан бөлек жүреді. Бұл енді Алла табиғаттың жаратуын шығар, күннің суығында ширатып, тұрғызып, бір сағаттың ішінде өлгізіп алып кетеді. Бүгінгі таңдағы біздің міндетіміз соның аман-есен төлдетіп, ары қарай өз бүкке тарап кетуіне біз көмек жасаймыз. Бұл Охотзоопром мекемесінің орталық филиалына тиесілі аумақ. Қарағанды, Ақмола, Павлодар, Қостанай облыстарын қамтып жатыр. 79 инспектор жалпы аумағы 25 миллион гектар жердің флорасы мен фаунасына жауапты. Аймақтың климаттық жағдайы сол жерде мекен ететін жабайы жануарлар әлеміне, өсімдіктерге өзіндік әсерін тигізеді. Арқаның бетпақ даласы, жері құрғақ, шөбі сирек, шөлді боп келеді. Бұнда бөкеннің саны да, жайылып жүрген жердің атауы да құпия. Себебі киіктің аштықтан емес, ашкөздікпен қырып жатқандардың қарқыны қорқытады. Жылдың басынан Ақмола облысы бойынша 3 қылмыс тіркеліп отыр. 3 қылмыста браконьерлық байланысты. Қостанай облысы, Ақмола облыстарын алатын болсақ, кейінгі 4-5 жылда енді барлық осы заңсыз аң аулау және де браконьерство бойынша қозғалған қылмыстық істердің бір 80-90% сотқа жолданып жатыр. Киік қанша көп болса да қысқа мерзімде түгелдей төлдеп үлгереді екен. Түз жануарларының аналығы кез келген Құралайды жатсынбайды. Емізі бауырына ала беретін қасиеті бар. Ұлы дала еркесі төлін ел аузында түйе табан аталып кеткен өсімдіктің арасына жасырады. Осылайша бүркіт, қыран, қара құстардан қорғайды. Бұлардың тағы да киіктің бұл бір қасиеті, бұларда ешқашан лақтарында жетім қалдырмайды. Бір ешкі аналық, екеуді өзінікі ме қалып қойған жетім болса, оны да қосып өздерімен 3 лаққа шейін емізіп жүре береді. Киік өте өсімтал аң. Өсімтал аң болғанда оның төлі, яғни биыл туған құралайлар, ешкілері ол 6 айда жыныс жағынан жетілсе, онда текелері 1,5 жылда, яғни 18-19 айда жетіледі. Құралайлар аяқтанғанша шамамен бар ғой, шамамен 1-2 күн керек. Аяқтанған сөйтіп бар ғой, өзінің бір аналығына бар ғой, еріп әрбір жүргенше. Сондықтан да біздер бір сол құралайларда басқа жыртқыш аңдар бола ма, жыртқыш құстар бола ма, солардан бір жағынан біз қорғауымыз керек. Өткен ғасырда елімізде киіктің саны 1,20,000,000-нан асқан. Ал 2003 жылғы санақта небәрі 21 мыңға жетер-жетпес бөкен қалғаны анықталды. 5 мыңға жуығы Қазақстан мен Өзбекстанның аралығында көшіп жүрсе, Қытай Халық Республикасы мен Түркменстанда мүлде жойылған. Жалпы қазақ жеріндегі киік оралдық, бетпақ далалық, үстірттік болып бөлінеді. Жалпы саны 110 мыңға жуықтады.
Жақында кезекті санақ аяқталды, бірақ қорытындысы әзірге дайын емес. Есептеліп жатыр. Киік қызыл кітапқа енген жоқ, бірақ дала кербезі жоғалып бара жатқан жануарлар тізімінде. Үкімет бөкендерді сақтап, басын көбейтуге қатысты мемлекеттік бағдарлама әзірледі. 2009 жылдан бері мониторинг жүргізудің жаңа технологиясы енгізілді. Бөкендерге ғарыш арқылы бақыланатын қарғыбау тағылды. Бұл дала жануарларының көші-қонын бақылау үшін керек. Киелі жануарды атуға тыйым салатын бұйрықтың мерзімі 2020 жылға дейін ұзартылды. Содан бері күзет те мықты, өсім де бар. Бірақ бөкендердің жауы браконьерлер айылын жимай отыр. Жол талғамайтын көлік, спорт мотоциклдеріне мінгесіп, қару асынғандар жазықсыз жануарды ет үшін емес, мүйіз үшін қыруда. Даланы қан сасытқандар мүйіздің бір келсін көрші Қытай Халық Республикасына $5000 өткізетін көрінеді. Жолында кездескен мемлекеттік инспекторлардан да именбейді, қару кезенеді, пышақ сілтейді. Қорқыныш болды, әрине пышақ салғанда әр адам қорқады, қорқыныш болды. Қаңсырап, ішкі көйлегім сымға дейін бәрі қан болды, көп қаны жоғалттым. Больницаға жеткенше есім танып зорға жеттім. Бұл күні Достай серігі Сергей екеуі кезекті күзетке шыққан еді. Шамамен 15-20 шақырым жерде тағы бір инспекторлардың экипажы өздеріне тиесілі аумақты барлап жүрген болатын. Үшқағыл деген жерде дүрбі салған Достай алыстан 2 мотоциклге киік дегендерді байқайды. Рация арқылы екінші топқа хабар беріп, браконьерлердің жолын бөгеуге асығады. Инспекторларды байқап қалғандар бөкендерді лақтырып айғақтан құтылуға талпынады. Осы кезде мотоциклдің бірі сайға құлап, бір адам жарақат алды. Қашып үлгермейді. Оқиға орнында кісенделеді. Мен тұтқындап атқанда, артына кеп кісен салайын деп жатқанда, ана екінші мотоциклға айналып кеп, арт жағынан мен байқамағанымда мойныма пышақ салды. Пышақ салып тартып алып кетті. Айғайлап, мен мұнаны өлтірем, бізді жіберіңдер деп айғай салды. Сондай болған оқиға. Сол кезде, енді қуып бара жатқан кезде рациямен хабарлағам екінші экипажға. Осындай координатта біз қуып келе жатырмыз. Бірінші жағдайда біз жаңағы инспекторге жедел жәрдем беруді ойладық. Содан кейін инспектор туып жаңа қашқан браконьерлердің қай бағытта кеткенін қолымен көрсетті. Осы бағытта оңтүстік бағытта қашқанын түсіндірді. Сол бағытқа біз ізмен түсіп, сол бағытқа инспектор Абдрахманов екеуміз арттарынан бізге түстік. Бізге түсіп келе жатып, алыстан мотоциклистердің қашып бара жатқанын көрдік. Екі адам бізге төртеу деп айтқан. Ол екі адам алыстан қашып кетті. Оларды біз деген спортивный мотоцикл олардікі болғандықтан біз деген қуып жететін ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Із суытқандар көп ұзамай ұсталды. Олар Жаңарқа ауданына қарасты Түгіскен ауылының тұрғындары болып шықты. Азат Шадиев пен Айдын Ыбыраев небәрі 25 жаста. Тепсе темір үзетін жігіттер тұрақты жұмыстан көрі жазықсыз жануарды сұлатып мүйізін саудалағанды құп көріпті. Тергеу күдіктілерге қарсы қылмыстық кодекстің 337 бабы 5 тармағымен іс қозғапты. Нәтижесінде қызметтік міндетін атқарып жүрген маманның өміріне қауіп төндіріп, даланы қанға бояғандарды судья бас бостандығынан айырмады, шартты жаза қолданды. Үкім үрей туғызбағандықтан браконьерлер де заңнан ықпайды. Заңсыз киік атуды жалғастыра беретін болады деп күйінеді инспекторлар. Әр тұтқынды алған адам жазасын алса, дұрыс жазасын алса, неге істемеске, жұмысымыз істей береміз. Бұл әділетсіздік бір емес, уже бірнеше рет қайталанған. Алдында айтып дегендерді ұстадық. Айтыптер дегенді ұстадық, оларды 28 бас киікпен ұстадық. Уже 3 жыл болды. Олардың ісі әлі қозғалған жоқ. Сол күйінде қалды. Сол белгісіз түрде. Одан кейін 16 жылы январь айында тағы да ұстадық 3 бас киікпенен. Оларды эксперттер заключениесін бергенде үйдің малы деп берді.
әділетсіздік қой. Сол біздің қозғалған істер аяқталмайды. Жарты жылда ішіне қалып қалатын сияқты. Инспекторлардың ренжитіндейі бар. Қарағанды облысының Нұра, Жаңарқа аудандарында бірнеше іс сағызша созылып, түрлі желеумен сотқа жетпей жатыр. Бірі жабылған, тағы бірі қысқарған. Пәрмені күшті полиция күдіктілердің қылмысын әшкерелейтін айғақтардың барында ескерер емес. Қой баққан қасқырларды кісендеуге сақшылар неге асықпайды? Сотқа жолданбай қалған қылмыстық істердің ең бір басты проблемасы ол сараптама мәселесі. Қостанай облысында ғана жақсы ветеринарлық және биологиялық сараптама жасайтын мамандар бар. Басқа Қазақстан бойынша өте тапшы. Қарағандыда мысалы үлкен өңір Қарағанды облысында жоқ. Бұл қой, ал мынау киік. Бірі үй, екіншісі түз жануары. Ұқсастық бар ма? Зертханада сараптама жүргізген мамандар киік етіне үй малының еті деп арагедек таңғалдыратын көрінеді. Жапан далада қару асынған браконьерден тәркіленген тауар нәтижесінде қылмыстық іске айғақ болуға жарамай жатады. Үкімет табиғаттың биоалуандығын сақтап, қорғауды тек бір органға тапсырған жоқ. Жабылып күресуді жүктеді. Яғни түрлі желеумен аяқтан шалатын құлқын құлдарының кесірінен күште тең түспей жатыр. Екі 2010-2016 жылдар аралығында заңсыз киік атудың 410 оқиғасы тіркеліп, 13.689 мүйіз тәркіленген. Қылмыстық кодекске дала жануарын атып, сақтап, тасымалдау фактілері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Браконьерлерге бір текен атқан үшін 200, аналық үшін 150, ал лақ үшін 75 айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл салынады. Көп адам қарсылық білдіреді. Тоқта деген командаларға тоқтамайды. Сондай кезде біз деген қару қолданамыз. Қару қолданған кезде бізде әр инспекторда бүгінгі күнде әр инспектордың өзінің табельді қаруы бар. Бас салып ол адамдарды атпаймыз. Жаңағы аспанға бір рет атып деген секілді. Сонымен тоқтамаса жаңағы дөңгелектеріне атып тоқтатуға рұқсатымыз бар. Өйткені киікке қызығушылар өте көп. Оңай олжаның қыруар табысына қызыққандардың жеті қаруы сай. Соңғы үлгідегі техника мықты қарулары бар. Көбінесе мүйізі шаңырақтай киік текесін нысана қалады. Мүйізін түбінен кесіп алып, шала жансар денесін далаға тастап кетеді. Ең сорақысы, дәл осы мүйіздер Қытайда дәрі-дәрмек жасау үшін шикізат ретінде пайдаланылады. Бедеуліктен құтқарып, қуатын арттырып, адам ағзасын жасартатын препарат жасалады. Яғни құнын алтынмен теңестіруге болады. Осылайша өзге елдің медицинасы дамып, есесіне туған жердің табиғаты ойрандалып жатыр. Бұны браконьерлер түсінбейді, түсінді де емес, нақтысында түсінгісі келмейді. Көк қағаз көзді байлаған, көшеде киіктің мүйізін сатып аламын деген жарнамаларда қылмыскерлерді желіктіріп тұр. Сұраныс бар, мүйіздің тек аталық киікте болатынын ескерсек, тұяқтылар тұқымына жататын бөкендердің жойылып кетуі ғажап емес. Мекемеміздегі әрбір машинада GPS құрылғылары бар. Ол жаңағы машиналардың, жаңағы автокөліктердің жүрген бағыттарын, бағдарларын бәрін жазып отырады. Сол арқылы біз олардың жаңағы қай маңда жүрген, және киіктердің қай маңда жүргендерінің информациясы, жаңағы ақпараттарын біліп, сол киіктердің жаңағы жүрген аумақтарына бағыт беріп отырамыз. Инспекторларын жол талғамайтын көлікке отырғызған Охотзоопром әр инспекторды қалта камерасымен де қамтамасыз етті. Қызметтік куәлігіне сеніп, сайын далада сауық құратын, сөзі өктем дөкейлер камераны көргенде тіреспейді, сабасына түседі. Республика бойынша инспекторлардың проблемасы ортақ. Ұсталған браконьердің қаруын, жануардың етін тауып, іске айғақ ретінде қосуы тиіс. Әйтпесе табиғатты тамашалап, серуендеп жүргенім үшін кінәлі етті деп күдікті байбалам салуы әбден мүмкін. Кім боласыздар? Неге тоқтамайсыздар? Сұрақ көп, бірақ жауап жоқ. Сол баяғы мал іздеп жүрміз деп ақтала. Жөнін айтпай түлкі бұланға салғандардың тірлігі күдікті. Браконьер болмаса неге қашты? Көліктегі қару көңілдегі күдікті еселей түсті. Жақын жерде киік жатыр, білесіздер ме сіздер? Киік жатқан қайдан білейік біз? Жылқы іздеп жүрміз біз. Жылқы іздеп. Сіздерде маңдайларыңызда жазып тұрған жоқ қой, жылқы іздеп жүргендер? Сіздерде жазып тұрған жоқ қой, обозначительный знак жоқ қой машинада. Обозначительный знак бізде болмайды. Обозначительный знак жоқ, қалай тоқтаймын сендерге? Қалай тоқтамайсыз? Қалай тоқтаймын? Біз спокойно, басқа бүтін кетіп бара жатқан адам болып. Камера алып тасташы, брат.
Қос күдікті ішкі істер бөліміне жеткізілді. Құжат көрсетпегендердің кім екені сол жерде анықталмақ. Браконьерден бөлек киікті қынадай қыратын тағы бір кесел бар. Пастереллез. Қарапайым халық бұл дерттің не екенін түсіне бермейді. Ал ғалымдар болса, бота көзді, қайқы мүйізді жануар жаппай қырылса, көп жағдайда дәл осы диагнозды қояды. Жүректе сыздататын көрініс. Орталық Азияда киелі саналатын дала жануарының жаппай қырылуы соңғы рет 2015 жылы тіркелді. Бұл киік жылаған жыл болды. Өлекселерді арнайы зертханаларда тексерген ғалымдардың пастереллез деген қорытындысына экологтар сенбеген еді. Қарсы уәж келтірді. Дәл сол кезде Байқоңыр айлағынан ұшырылған Протон М зымыранының әуеде жарылып, гептил төгілгені белгілі. Қос апаттың тұспа-тұс келуі күдікті қоюландыра түсті. Жалпы киік 2006 жылдан бері халықаралық қызыл кітапқа енгендіктен қазақ жеріндегі түрлі ғылыми зерттеу жұмыстарына шетелдік мамандар да тартылады. Себебі дүние жүзіндегі түз жануарының 80% популяциясы Қазақстанға тиесілі. Оны тек ғылыми мақсатта ғана аулауға заңмен рұқсат етілген. Самая низкая численность была отмечена. 2003 жылы киіктердің саны 20 мыңға дейін азайып кетті. Бұл ең төменгі көрсеткіш еді. Былтырға дейін бетпақдала популяциясы республика бойынша саны жағынан көш бастап келді. Бірақ 2015 жылы дәл осы аумақтағы киіктердің қырылғаны белгілі. Мамандар пастереллез деген тоқтам жасады. Зерттеу жұмыстарына шетелдің ғалымдары да тартылды. Еліміздегі жан-жануарлар әлемін қорғап басын молайту мақсатында 2003 жылы Охотзоопром мекемесі құрылды. Алғашында 59 адаммен күзетке шыққан кәсіпорынның қазір инспекторлары 220-ға жетті. Мемлекет тарапынан қолдау күшті, күзет күшейгелі жан-жануарлар саны да көбейіпті. Наш филиал расположен в Кызылординске. Біздің 4 бөліміміз бар. Бетпақдала популяциясына жауапты орталық бөліміміздің бас кеңсесі Астана қаласында орналасқан. Былтыр Орал бөлімі құрылды. Себебі қазір сол өңірде киіктердің саны көбейіп жатыр. Жалпы өсім республика бойынша байқалады. Республиканың кей өңірінде су көздерінің жеткіліксіздігі, құдықтардың бітеліп қалуы, флора мен фаунаның биологиялық табиғи тіршілігіне кері әсер етіп отыр. Дархан дала еркесі мен сәні, тамылжыған табиғат кербезінің жойылуы, қазақ даласының тозуына, топырақ қыртысының құнарсыздануына алып келеді. Биологиялық қауіпсіздікті сақтау мақсатында табиғи қорықтардың аумағы кеңіді. Экожүйенің биоалуандығын қорғайтын Алтын дала мемлекеттік табиғи резерваты құрылды. Резерваттың флорасына аңдардың 370-тен астам түрі кіреді. Бөкендер жайылған жерде топырақ қопсып, өсімдік қалың шығады. Киіктің тұмсығы ылғалды болғандықтан, жеген қорегінің де тұқымын жан-жаққа шашып, аша тұяғымен жерге сіңіп кетуіне, сол арқылы өсімдіктің көбеюіне ықпал етеді. Киік тұяғы жерде түлетеді деген осы. Олар орылған шөпті жемейді, шүйгін жерді іздейді. Өсімдікті түбінен үзбейді, тек жоғарғы жағын кертіп жайылады. Бұған тамғалы жартасындағы біздің эрамызға дейінгі 7-5 ғасырларда қашалып салынған суреттер дәлел. Әдебиетте де аңыз әңгімелер көп. Ақбөкен Сахараның ботагөзі, аттекен қандай мерген көзі ғиып деген Сәкен Сейфуллиннің өлең жолдарынан сол кездің өзінде дала жыртқышынан бөлек екі аяқты жыртқыштардың болғанын аңғарамыз. Содан бері браконьерлер азайған емес, көбейген, қайта күшіне мінген. Браконьерлер ұйымдасқан қылмыстық топтар, жалғыз жүрмейді. Топ болып, жеке бастарының пайдасы үшін киіктерді атып жатыр. 2015 жылы 87, былтыр 95, ал биыл 48 факт тіркелді. Көпті көрген аға буын киіктің обалы мен сауабы қатты дейді. Киік атып құралайды жетім қалдырғандар бақытсыздыққа ұшырайды деген сенім бар. Біз тілдескен браконьерлердің алтынға апталғаны шамалы, керісінше қиындыққа тап болғандары көп. Түсінікті себеппен сұхбат беруден қашты, жүздерін жасырады. Кезінде Еуропа мен Азия құрлығын тұтастай мекендеген киіктер қазір тек қазақ даласында ғана қалған. Қазақстан жер көлемі жағынан дүние жүзінде 9-шы, ал жайылымдық жері бойынша 5-ші орында. Сондай-ақ эко жүйесі сақталған санаулы елдердің қатарында. Өкілетті орган осы рейтингте тұрақтап қалу үшін қолданыстағы заңға өзгертулер мен толықтырулар әзірлепті. Соның бірі, ерекше қорғаудағы жан-жануарлар мекендейтін аумақта кездескен көлікті тоқтатып тінтуге рұқсат беру мәселесі. Өйткені заңның солқылдақ тұсын біліп алғандар құқын жоқ деп мемлекеттік инспекторға бағынбайды.
Екі аяқты жыртқыш қаймағы бұзылмаған табиғи ортаға тұмсығын сұғып үлгерді. Экожүйені бүлдіріп жатыр. Табиғатты аялайық, әйтпесе қас қылғанды табиғатта аямайды.